Нұр-Сұлтан қаласы номер 62 Нұрсәуле балабақшасы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығы. Қазақтың қара өлеңін кие тұтқан, жүрегінің түбінен қайнап шыққан, асыл жырларымен қалың жұртшылықтың махаббатына бөленген Жамбыл Жабаевқа 175 жыл толып отыр. Жамбыл Жабаев 1846 жылы 28 ақпанда Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегінде дүниеге келген. Ұлы жүздің шапырашты тайпасының Екей руынан шыққан. Арғаталары дәулетті болғанмен, Жамбылдың әкесі Шапақ шаруа кісі болған. Арала соғып боран, ел үрей көк найзалы жау торыған. Байғара Жамбыл ханда мен туыппын, Жамбыл деп қойылыпты атым содан. Еріксіз 18 жас мінгізді атқа, бір Жамбыл бөлінгенде екі жаққа. Жамбыл ақын мен кигіз үйде өстім, сол кездегі барлық қазақ балаларындай мені де сол бесікпен көшіп қонып жүрген дейді өзінің балалық шағында. Ағы қайнап өскен қалың елім, бір жағы атқа мінген бай мен датқа. Ақын бала күнінде қоңырқай тіршілік кешкен. Жамбыл медресе мектептің есігін ашып, қолына қалам ұстап, жазу жазып білмесе де, жастайынан домбыра тартып, жыр жаттаған екен. Жамбыл еркін және тентек болып өскен. Анасы оның ұлдан қобыз бен домбыра ойнатуды үйреткен. Еркін өскен бала домбыра мен қобызға құмар болған. Анасы қолына домбыра ұстатып, ән жыр жаттатқан екен. Мен баяғы Жамбылмын, әлі сөзге даңғылмын. Қыртастарым сүйметін, мен сендерге не қалдым. Жаным барда кеудемде, сендерден кен болмаймын. Зырыл жетіп жер-жерде, өлең жырды толғаймын. Ортасын ән мен жырға бөлеген. Тіпті Жамбылдың аты көршілес қазақ еліне де даңқы жайылған. Сол кезде көпшіліктің аузына түспей жүрген Жамбыл Дүлдүл Сүйінбай ақынның батасын алған екен. Жамбыл Сүйінбай ақынды өзіне тыр тұтқан. Менің бірім Сүйінбай, сөз сөйлеймін Сүйінбай, сұрлы сұлу сөздері маған тартқан Сүйінбай. Сүйінбай деп сөйлесем, сөз келеді бұрқырай, қара жамылған құйындай. Жас кезінен 16-17 жасынан бастап кең таныла бастады. Жамбыл саналы ғұмырында Құлманбет, Доспанбет, Шашубай ақындармен айтысқан. Жас күнінде ақын Сара мен Айкүміс Кәмшат қыздарымен айтысқан екен. Соның ішінде Айкүміспен айтысқан айтысы ел аузында, жігіт пен қыздың айтысы жақсы бір көрініс тапқан. Амансың ба күміс қыз, өзің айдай сұлу күмістей жарқыраған сұлу қыз екенсің. Алыстан ат шаршатып келдім тойға, Айкүміс, әуелден ақ болдың ойда. Әуері басылмаған албырт едім, асығыс айтқаным ай, кінә қоймай. Аптығы бәдегеннен амандаспай, әдепті үйренбепсің Жамбыл жастай. Асылға арсығадай, қол жетпейме ақыл мен қимылдасаң аспай саспай. Айкүміс, асықпауға шамам бар ма? Жасшылық ұрып тынар талай жанға, өзіңдеп жатсам тұрсам арманым көп, қор болып кетер ме деп жамандарға. Білер ме пенде
ел кезіп есер Жамбыл сенде жүрсің. Жаралған қыз жат жұрттыққа жарқыным өкінбе шай сен мен үшін. Барарсың бір жаманға өзің қор боп, отырсың қарқарадай әзір зор боп. Көзіңе көк шыбынды именетер, көргенін өлелгенше ылғи сор боп. Жамбыл-ау күйінесің, неге сонша құтқарып қыз біткенді қалған жанша? Қолыңда қаршығадан неге айрылдың, тұтқасы дүниенің қолда болса? Ай көмес, амалым жоқ қош ендеше, кетерек сол білдірмей жат пендеше. Атыңды ақ жүзіңді ұмытпаспын, кеудемнен қашан менің итергенше. Отырыңыз Жамбыл аға. КСРО-дағы шынайы өмірді дәріптеді және билік тарапынан кеңінен таратылды. 90 жастағы Жамбыл қазақ елінің ең беделді ақынына айналды. Бұл Жамбыл жасап отыр 90 жасты. 90-нан әрі кетіп 100-ге де асты. Шебер сөзі, асыл мерует, шаттық күйі Жамбылдан енді сірә құтылмасты. Жамбыл шағым, патша әмірі тарылды, зірді бұйрық сияқты өлеңдері елдің әлеуметтік саясатын өмірін көрсетті. Және ақынның өтеген батыр, Күпақ дәулет ақыл деген дастандары бар. Және Москваға, Майданға хат деген сынды өлеңдері жарық көрді. Жақсылық Жәнібектің өлең оқуы Ленинградтық өренім өлеңі. Ленинградтық өлеңі мақтанысым сенеді, неба өзені сүйкімді бұлағындай көремін. Көпіріне қаласам, күнгерге су көремін. Өлке-жөлке жаласқан шоқырында дередім. Сапырынған көктеміз шомылдынып кемелін. Шамы күндей жайнаған, аспанға жүз бойлаған. Алқа тұттым алысқа, ай бұным деп ойлаған. Жасаған өнімімді, жау біткенім жеңені. Жауда қалып Ленинград, жарырған жоқ көнелі. Жасаған өмірімді, жау біткенім жеңені. Үрлеген домбыра үні, желдірме күйі. Есенесіп тұра алмаймын, сенен асып кетсе бір аптаның. Жасын елемінім, тұнық оны бәлемнім, жүрдірген дабылақтай, таңда ондай тарихтың, көрін ашып қалықтың, түнде жанған шырақтай, оқыды мұғалім, білімі елге шырақтай. Атқатау ғарып емес пе, айтында көлі болмаса, ержігіт ғарып емес пе, белгілі ел болмаса, елде ғарып емес пе, белгілі жерге қонбаса, шебер ғарып емес пе, ағашты тұр жон баса, заманын сәмес пе, заманға қайғы жемес пе, домбырасын қолға алып, Жамбыл ата жоласа. Алатау түзілген таулары бар жетісудың, ішінде орман тоғай біткен нудың, дариядай тулап аққан сол таулардан көресің тамашасын аққан судың.
ар жағы ел жайлаған Қытай елі, бер жағы ел жайлаған қазақ жері, басында бақыт жырлап жамбыл отыр, қызыл жалау шығыс. Өлеңді өркендеттім, өршіп өстім, көргенде жаңа жырды құстай ұштым. Жас ақын, жап-жас ақын, жамбыл ақын дегенде дара болып көзге түстім. Қойшымен құрдас болдым қыр басында, өлеңді ермек қылдым жолдасыма. Сол ермек қалыт-қыдай алып келді, жастарды жақындатпай құрдасына. Сен лашын болғанда, мен ақсылға бір көріп дидарыңа болдым ұлға. Көркің бар, көрген адам таң қалғандай, шыққанда жүзден жыртылған тұлға. Жасымнан жақсыларды жағаладым, Алатау қара тауда тараладым. Аттың басын қайтысқан, білсем де өзіңнен басқасын таба алмадым. Әндері, оның домбырасының үні қазақ халқының шынайы даусына айналды. Жамбылдың әні. Қуанып жүрек көдеріп, сайратып, мөлдір бұлақ суындай, көгіл жарым уәй-ай, уәй-ай. Амал жұтып тағдырым, өнерді, сөзін жазған өсімге, жамбыл қартым уәй-ай, уәй-ай. Әумендеп қолыңды жай, қабат тусын күнменен ай. Алғаның болсын саймасай, қапалық болмай кезінде, ылғи болсын мамыражай. Қос-қостан туып ұл мен қызды, мүнтені болсын жорғатай. Ау! 1945 жылы 22 маусымда Алматы облысының Ұзынағаш елді мекенінде 99 жасында дүниеден өтті. Жүзге кеп бақыт тапқан ақын Жамбыл, дүниеге түгел кеткен атың Жамбыл. Тілекке көл аңсаған бүгін жеттің, далада жасасын да ғасыр Жамбыл. Халық үшін төрге төсек кетер, ағарған сақалы мен шашы Жамбыл. Көтерген көкті төбе тірелгенше, иеді көпшілікке басың Жамбыл. Екі ғасырдың куәсі, жыршы, жырау, халық ақыны, ірі айтыскер ақын, халық поэзиясының алыбы, 20 ғасырдың Гомері. Жамбыл менің жай атым, халық менің шын атым деп ұлы тұлға Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығы құтты болсын.